шамамен 17 ғасырларда Монғолия үстіртінде 3 хандық өмір сүрді. Олардың біріншісі бұл Чахар, міне Монғолия Чахар хандығы, екіншісі Халха хандығы, үшіншісі Жоңғар хандығы. Осы 3 хандықтың ішіндегі ең мықтысы әрі цинға, яғни манчжурлардың билігіне қатты қарсылық көрсеткен бұл жоңғарлар. 1636 жылы Чахар хандығы қалпақтай ұшты цин әскерінің алдында. 1636 жылы, ойлай беріңіздер. Бұл кездері біздің қазақты Салқам Жәңгір хан билікке енді келе бастаған болатын. 1636. Батыр Қондайшының билігі енді басталып, жоңғар мемлекеті құрылған болатын, 1635-те. Міне қараңыздар, 1635-ке қоям, 34-ке қоям. Міне 1634-ке қойраттар, 1635-те жоңғарларға айналды. Міне. Ал 1636 жылы Чахар хандығы тізе бүкті. 1691 жылы Халха хандығы, қазір қараңыздар, және 1755-1757 жылдары жоңғар мемлекеті жер бетінен жойылды. Біртіндеп кетті. Бірақ ең қатты қарсылық көрсеткені Цин империясына бұл жоңғарлар болып қала берді. Қараңыздар, 1635 қой қазір карта, жылжытам 10 жылдықтар бойынша. 1655, 1665, 1675, 1685, 1695, 1705. Бұл шамамен Тәуке ханның кезі. 1715, 1725. Біздің оңтүстік аймақтарымызға жоңғарлар шабуыл жасаған кездері, Ақтабан шұбырында Алқакөл замандары қайтадан ығыстырып шығарды қазақтар жоңғарларды оңтүстік аймақтан. 1747-57 жоқ жоңғарлар. Бір кездері алып империя құруға тырысқан, Шыңғыс ханның үлгісіндегі алып империя құруға тырысқан жоңғарлар мемлекеті жер бетінен жойылып кетті. Бірақ бағанағыдай айтқандай, ең қатты қарсылық көрсеткен Цин әскеріне. Мына 3 хандықтың ішінде единственный хандық деп айтуымызға болады, өте қатты қарсылық көрсеткен бұл жоңғарлар. Өйткені 1636 жылы Чахарды басып алады, 1691 жылы Халханы басып алады. Тек 1755-57 жылдары. Сонда егерде мына Чахардың жойылып кеткен кезінен бастап есептейтін болсақ, 100 жылдан кейін ғана жоңғарларды бағындыруға қол жеткізеді. Цянлунның тұсында. Ол кезде билікте, Циннің билігінде Цянлун отырған болатын.